бір ғасыр немесе 2 ғасырдан астам болып кеткен Тоболин ауылындағы, яғни қазіргі атауы Дербісек ауылындағы церковьті түсіруге бара жатырмыз. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында Ресейден келген иммигранттар тұрғызған оңтүстік Қазақстандағы православие шіркеуінің ғимараты аймақтағы таңғажайып орындар тізімінде болғанымен апатты жағдайда қалып қираған. Дербісек ауылының шетіндегі ескі шіркеу Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы осы елді мекенге келген адамның көзіне бірден түседі. Бұл аудандағы ең биік ғимарат. Бір кездері олар Құдайға құлшылық етіп, дұға еткен ғибадатхана апатты жағдайда қалды. Қанша жыл шатырсыз тұрғаны белгісіз. Аман қалған деректерге қарағанда, бұл ғибадатхана 1880 жылдан 1915 жылға дейін салынған. Олар 1917 жылға қазан төңкерісіне дейін құрылысты аяқтап үлгерді. Нәтижесінде билік басына большевиктер келді. Олар дінге деген дұшпандығын жасырмады. Олар алдымен Орыс православие шіркеуін жойғысы келді. Орыс православие шіркеуінің мүлкі революциядан кейін экспроприацияланды. Кейбір деректерге қарағанда намазхана бір кездері Әулие Марияның шапағат шіркеуі деп аталған. 19 ғасырдың аяғында қазіргі Дербісек ауылының жанында екі елді мекен Кауфманское және Константиновка болған. Біріншісінде тарихи деректер бойынша орыс қоныстанушылар, екіншісінде немістер өмір сүрген. Революциядан 1-2 ай бұрын Түркістан епархиясының газеті басылымында Әулие-ата ауданындағы шіркеуге Кауфманское ауылынан бір шіркеу қызметкері ауыстырылғаны туралы жазылған. Жергілікті тұрғындар мен ауылдық округ басшылығы бұл ғибадатхана туралы толық деректі мәлімет жоқ дейді. Ғимарат төбеде орналасқанына қарамастан, қабырғалар ылғалға қаныққан. Төбенің жоқтығынан тіреуіш құрылымдардың ішіне жаңбыр мен қар түседі. Кеңес дәуірінде шіркеу бос болды, КСРО ыдырағаннан кейінде. Құрлықтың 6-дан 1 бөлігін алып жатқан мемлекет ыдырағанға дейін этникалық орыстар облыс халқының шамамен 15%-ын құраған. Ол кезде 2019 жылғы деректер бойынша ол Шымкент деп аталған. Аймақтағы орыстар 2%-дан да аз. Дербісек тұрғындары бірде ғибадатхананы бұзбақ болған соң, жерге трактор айдап келгендерін айтады. Бірақ технология сәтсіз аяқталды, қабырғалар берік болып шықты және оларды бұзу мүмкін болмады. Қабырғалар аман қалды, бірақ күмбез бен қоңырау мұнарасы құлай бастады. Фасады жақсы сақталған. Бірақ күмбездердегі кресттер қисайған. Жел соққанда металл шынжырлардың сықырлаған жұмсақ дыбысы естіледі. Апатты жағдайдағы ғимарат қоршалмаған. Ғимараттың қасында жергілікті диқандардың егіні жатыр. Ескі шіркеу Қазақстанның оңтүстігіндегі кейбір жолсеріктерде аймақтағы таңғажайып орындардың бірі ретінде көрсетілген. Осыған қарамастан ғибадатхананың құлауы жалғасуда. Баршаға сәлем достар, бұл 1 ғасыр немесе 2 ғасырдан астам болған церковь. Бұл жерге келдік, осы жерлерді түсірдік. Міне 1 ғасыр, 2 ғасыр ма, в общем, көп уақыт өтіп кеткен бұл жерге. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл өте көне және бұның темірлеріне сварка пайдаланбаған. Бұның есіктері, темірлері сондай қолмен істелген бәрі. Ешқандай сваркасыз, ол кезде сварка деген нәрсе болмаған. Бұл көне заманнан келе жатқан христиандардың церковьтары. Мінекей, біз осы жерлерді түсірдік, көрдіңіздер. Адамдардың айтуынша бұл жерді қарғыс ұрған деп айтады. Адамдар бұл жердің заттарын ұрлап кеткен, даже мыняқта темірлер жоқ, керек болса адамдар кесіп ұрлап кеткен. Сол адамдар ұрлап кеткен күні тыныштықтары жоғалған, мазасы қашқан, сонымен қатты ауырып қалған деген нелер де бар. Сондай сыбыстар да бар, көпшілік адам айтуынша. Бірақ бұл жерде жас балдар да келіп ойнайды, даже міне шөптерде өсіп кеткен, малдар жайылып жүреді бұл жерде. В общем, бұл жер кәдімгі бір кішкентай балдар келіп ойнайды, адамдар жазып кеткен. Жай ғана тастандық жер десе де бола береді. Анау көріп тұрған болсаңыздар,
сол жерде крестің басында бір металл, қымбат металдан істелген зат бар екен. Оны адамдар ұрлап алуға әрекет қылған, бірақ қолдарынан келмеген екен ешқайсысы. Неге десеңіздер, бұл жерге өте қатты дұға оқылған ба, бұл жердің затын ешкім алып кете алмайды, көтеріп кете алмайды деген сондай бір дұға қарғыс оқылған ба, осы жердің затына тиген адам, ұрлаған адам басы қарғысқа тисін деп, сондай. В общем, естіміз бойынша сондай нәрселер болған екен. Осы церковьті бір көріп кетейін дедік. Видеоны ұнаған болса, лүпілдетіңіздер. Осы видеоны жоғалта алмау үшін қызықты дүниелер каналына тіркеп алыңыздар, комментарийлерді жазыңыздар. Бұл жер Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Дербісек елді мекені. Және Исақ ата дүкеніне қарама-қарсы бетте көшенің турасында орналасқан церковь, христиандардың церковьтары. Құрметті оқырмандар, видеомызды дұрыс жағынан түсіндіңіздер деп ойлаймыз. Әрине біз бұл видеоны түсірудегі мақсатымыз тек осы шіркеуді зерттеу мақсатында болды. Осы Дербісек ауылының бір тұрғынның айтуынша, бұндай шіркеу әлемде бар жоғы 3 дана екен. Ендеше біз бұл видеоны діннен безген үшін емес, керісінше, біз мұсылмандардың ғибадатханасы, дәл осы шіркеу сияқты қараусыз халде қалып кетпегеніне шүкірлер болсын дей отырып түсірдік. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Осындай қызықты видеоларды жоғалтып алмас үшін арнаға жазылып, достарыңызбенен бөлісіңіздер. Сіздерменен болған қызықты дүниелер арнасы.